Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студия Дамен, Фатимесей Даметова, Чалашам, Вешимдакада, Қағабойле, Малюмат. Қырым ел басшысы коронавирус хасталығынен көреш чәрелері ақта яңы малюмат білдірді. Қырым акиметі аш мақсулатларының фетларыны сыңырлай жақ. Қырымның шыркетлері yüksek азырлық режиміне кечті. Ялта шәрінің рақамелештірілмесіне федераль севеде қимет кестілер. Кім қабатлы ве не yapmaq керек Ахмезжет ятақханесіндегі дава насыл чезілді. Қырым татарларының мерақла ятақындаки дайми рубрикамызның қырманы ненен айретте қалдырacak екен. Владимир Путин коронавирус хасталығынен бағлы вазиет себебінден ватандашларға хитапта бұлында. Русия президенті келечек аптаны, яғни 30 март күнінден 5 апрельге жаратлық аптасы деп ойланытты. Айлық сақланып қалмақ керек. Ондан да башқа апрельден башлап 3 ай девамында ана капиталына ақлар олған генч айлелерге ай 3 яшына қадар балаларына 5,000 рубль төленмек керек. Қырым ел басшысы апрель айында ярмадамызда турист ақыныны суни шекілде чоқлаштырмаға ясақ етті. Бұақта Сергей Аксенов күнлік Қырымда коронавирус хасталығының огыны алма вазиет ақындаки марузасында білдірді. Предлагаю на апрель месяц никаких, так сказать, мер, выходящих за рамки, то есть не предпринимать. Понимаем, что люди сегодня хотят в теплую погоду, и подальше от эпицентров заражения, но для нас с вами это колоссальная работа, просто дополнительные риски и возможность просто инфицировать здесь все, что можно. Аксеновның фікірне көре более тедбірлер хасталықнен олған вазиетні қысқа вақыта чізмеге ве бұл өнеліштеді ачоқ ішлерінің огын алажақтар. Если хотим победить, задача сконцентрироваться, навалиться вот сейчас, и разрешить ее буквально до мая месяца. Либо будем болтаться еще раз 2 года в этом режиме. Ондан да башқа Жұмхұретіміздің ел басшысы қырымлыларны оз өзлеріні незарет етмеге чағырды ве шетел девлеттеріне барып келгендер бұл фактны гізлеселер, алажақ месулетліклері ақта қатырлатты. Чем жестче меры, которые мы сейчас с вами примем, и чем более дисциплинированно мы будем исполнять ситуацию, тем быстрее мы минуем эту картину. И я считаю, что у нас задача подавить эту заразу, в зародыши, и чем быстрее, тем лучше. Вот и все. Поэтому самодисциплина, самоконтроль, безалаберность, коллеги, помните, порождает в данном случае безответственность и, соответственно, несет угрозу для окружающих. Коронавирус хасталығының телікесі себебінден Жұмхұретіміздің 90-дан зияде мектебі ұзақтан оқыту системасына кечтілер. Бұқта Қырым Жұмхұретінің тәсіл илим ве яшлар везірі Валентина Лаврик хабиратта. 23 марттан 12 апрельге же бұтын талебелер үшін домашнее задание адлы телерадиопроект чалшаджақ. Базар ертесі күнінден башлап, жұма ертесі күніне же 5 ве 11 сыныфлар үшін телевизорларда ең esas дерслер трансляция етілежек. Башланғыч сыныфлар үшін есе радио дерслер кечірілежек. Қырым акиметі Жұмхұретінің бұтын тежарей ағларының ашайтмаларының фетларыны ең алчақ дәрежеде қалдырмақ үшін меморандум имзалады. Бұны Қырым Жұмхұреті везірлер шырасының рейсі Юрий Гацанюк білдірді. Бүгінгі күнде Қырым сәкенеріне қасивет етмеге керек ме, чүнке мақсулат етерледір. Сегодня принято решение, и пошли навстречу нам торговые сети, повторяю еще раз, чтобы минимизировать торговую наценку на данный продукт питания, что позволит, конечно, жителям Крыма, придя в торговые сети, увидеть на прилавках хороший качественный продукт по минимальным ценам. Фиатлар көтерілсе, еш адамларына пара жазасы тәнленежек ве ішлері де тоқтатыла біле. Ахмезжетнің базарларында сатыжылар маска низамны тұталар ве қолчақларны ішлетелер. Оларының ішіні шер мемориетінің башы бақып шықты. Бұндан да ғайры Елена Проценко Куйбышев базарында ең кереклі ашайт мақсулатларының фетларының незарет атты. Цены на овощи и на мясо не поднимались. Лаборатория работает, анализы берут. Без заключения лаборатории никто на торговые места продукцию не выставляет. Продукцию в полном объеме, торгующие вышли, работают на своих местах, пользуют дезинфицирующие средства, работают в масках и в перчатках. Более тешкіровлер еркун кечірілі, егер қанун бозыжылар раст келселер, оларға қаршы ойғын мектуплер еланыла. Цены контролируются, всем направлены рекомендательные письма для того, чтобы все выдерживали действующие цены, повышения цен не было. Все находится, в принципе, в достаточном виде и в торговых сетях, и на рынках, и на ярмарках, поэтому все жители Симферополя могут покупать по доступным ценам все необходимые продукты питания.
Коронавирус пандемиясына бақмадан Крым хлеб муэссесиясының хадимлері толу шекілде чалыша жақлар. Ама чет адамларға мұнда кірменге ясақ. Экскурсиялар шымды кечір әлмей. Тәфсілетларны Мухаммед Зекиряев бөле. Біздің телевизион тақымымыз бұл ішханеге кіріп оламады. Мұнда реберлік кіріш низамыны қаттылаштырған. Чет адамларға кірмеге изіні yok. Согласно указа главы республики о приведении в режим повышенной готовности, мы также перевели предприятие «Крымхлеб» все заводы на режим повышенной готовности, усилен контроль на пропускной, то есть мы не допускаем уже посторонних лиц. То есть закрыли все экскурсии, закрыли посещение наших партнеров нашего предприятия. Объекты арарет режимі көрсетілген бұтын ішчілерге sıcaqlığını өлчейлер. Егер о yüksek olsa, оларны тәдәвилемеге yollaylar. Следующее, что было сделано, это усилен контроль по дезобработке. Так как мы пищевое предприятие, для нас это не новость. Единственное, что усилили контроль. Если раньше обрабатывали предприятие 2-3 раза в день, теперь это 4-5 раз. Плюс более тщательно следим за сотрудниками, чтобы они чаще обрабатывали руки перед посещением санкомнаты, до посещения санкомнаты. Всему персоналу почти были розданы защитные средства, средства индивидуальной защиты, маски. Особенно это касается розничной торговли нашей, при входе на предприятие у охранников. Ну и все, кто контактирует с людьми за пределами предприятия. Бүгінгі күнде базы қадимлер үшін ұзақтан чалышып режимі де көрсетілген. Шымдaki вақытта қадимлер үшін evdeki iş бақыла. Тех, кого можно, выведем на удаленку. Тех, кто обязаны быть здесь для обеспечения производственного процесса, будут здесь. En esas maqsad işini devam etmek ve cumhuriyetimizни otmeknen tamin etmektir. Поэтому производительность не уменьшилась, мы выполняем заявку в полном объеме. Мы обеспечены сырьем на ближайшее, да и среднесрочной перспективе полностью. Это заранее побеспокоились о обеспечении. Поэтому срывов по продукции не должно быть. Бүгінгі күнде Крымхлеб ішханесінде екі бендензияды адам чалыша. Ребериет сөз бергеніне көре жемхуриетімізде отмек қытлығы олмайжақ. Мухаммед Зекиряев, Эрвин Амиралиев, Милет үшін. Сұрат сыңғырлы олмаған интернетнен құланмақ. Бұл жымқұриетіміздегі интернет темінжісінің ечтімайт ешебі садары боле шекілде Миранда медиа карантин себебінден евде çalışқан қырмыларға қол тұтам. Нәтижеде біздің абонентлеріміз бұтын фиат планларыны саниеде 100 мегабит интернет суриятыны алacaklar. Истесна тек балабан суриатлы интернетті олған муштерелердір. Ондан да башқа шыркетінің реберлігі бұтын муштерелер үшін бақ қызметлерінің кереге алынған төлеме сүресіні артырмаға қарар алды. Весапта пара қалмаған олса, оның толдырылмасына еді күн берлежек. Бұл имканлар 30 апрельге же көрсетілі, мұдеттің ұзатылмасы вазиетінің инкишаф етмесінен бағлы олacak. Аскери тирамнен Ялта шерінде Фару сыңғыр қарақолының команданы Александр Терлецкенің ғайрадан девнет әлмесі кечіралды. Ұлы ватан женкінің ветераны арби қараманлықларнен сурет қазанды. Оның жесур операцияларындан бұры фашистлерінің ағыр артиллерия батареясының йоқ етілмесі олды. Әсірлікте де отеслем олмады 1942 сенесі 25 март күні оны скелі көйгенінде астылар. Память о нем, которая продолжает жить в названиях улиц наших городов, в названии нашей школы, нашего санатория, нашей погранзаставы. Эта память останется с нами навсегда. Ялта шері юзбенден аз нуфус сайсы олған Русияның шерлері арасында IQ мескенгерлерінің ilk 10 жедвеліне кірді. Шер қожалығының рақами индексіне бұрын жекересі Русияның құржылық ве коммуналь қожалық везірлігі қиметке асты. Бұақта Крым Жұмхуриет мескен коммуналь қожалығының везірі Дмитрий Черняев хабиратты. Шер округының мемориеті жема территорияларының абаданлаштырылма программасы «Умный город» пилот лейхасының қысымлары қошты. Шерде әнді интеллектуаль видео көзетув ве тыш ярықлатув системасы ялы кенары парк ве скверлерде кірген ерлерде боллардылар ерлештірілді. 2020 сенесі шер мемориетлері үшін рақамилештірме ве жемат ерлерінің абаданлаштырмайшы бұрынжы ерде тұрмақта. Бұл сене Ялтаның комфорт шер мұйетіні шекілеме программасына кірген еді скверні курорт шерінің құсусетіні сақлаған комплекс абаданлаштырма беклей.
Құруджилықтаки қанунсызлық. Ахмезжетнан Залеска соқағында ірлешкен ятақханянан сәкенлері биналардаки қанунсыз құруджилыққа шекет етейлер. Мұндай шахан квартира кирачысы қазай қапы янында ода құрды. Бұл үшінен о телекесізлік қанунларны бозды. Даванын тарафлары не айта екенлер. Жевабы бозы мұхбірлерімізде. Должна быть пожарная безопасность, естественное освещение, естественная вентиляция. И вот это сейчас все перекрыто. Одада табииших ве ава yok. Ахмедждеки ятақханянын сакины Наталья Макуха комшусу япқан ішлерге шикаят ете. Оқазайы чықыш ерінде өзіне ода құрған. Нетижеде дымлық пейда олып, диварлар ішіле ве ваннада куф пейда ола. Янгын yüz берсе де сәкенлерінің түлікесізлігі де хафт фалтында. Согласия соседей нет. Никто не давал согласия на эту перепланировку. Вот сейчас его делают многоквартирным домом, но это сейчас находится в администрации на решении. Наталья Макуха 2016 сенесі комшусыны махкемеге бергенеді. Бір елдан о ешні енді. Вот решение суда, которое вступило в законную силу. Mahkeme kararı boyunca divar alınmak gerek ama onun артından kapısı olgan oda kala. Onu da mesken nezarete 2019 senesi yıkmağa emir çıkargan edi. Ama bunun yerine kvartira kiracısı birinci divarını gayrıdan tıkladı. Выполнять он его не пытался и не пытается, а еще издевается над инвалидом. Наташа инвалид. Понимаете? И она одна борется. Odana yataqxanenin sakini Andrey Ilyin kurdu. Bu yataqxanede o 2011 senesinden yaşap başlagan edi. Şimdi kanunsuz kurulgan odada onun oğlu yaşay. По техническим документам, по паспортам все законно. По каким паспортам вы можете показать? У меня ксерокопия с собой только, вот все оригинал. Sakinler ise korku içinde yaşamağa devam eteler çünkü binadaki elektrik telleri eski. Çeşit bozuluklar sebebinden çıkan yangınlar ise pek sık rast geliyor. В 2018 году было замыкание щитового щитка. Горело все, плавилось все. У нас не было ни света, ничего. Bütün telekesizlik standartlarına tek ikinci kattaki kazayı çıkış uygun geliyor. Такая планировка должна быть. То есть общежитие еще не приватизированное. Самовольно перестраивать никто не имеет права. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Бүгін сабат Таврида трассасында екі енгіл араба бір-біріне келіп ұрылды. Қазақ Қарасу базар районын көчік бұрындық көй янында yüz берді. Қабатлы айдавчы қаршы елға чықып, андан келген арабанен чатышты. Yüz берген ел қазасы бойынша тешкеров кечірілі, арабалар техник зарар көрділер. Қазаланған адамны район хастаханесіне еткізділер. Жұмқұриетнің бергі қызметі яңы малюмат сервисіні ішке тұшырды. Онен онлайн қоланмаға мүмкін. Ендіден соң еш адамлары ве шіркетлер оңайтлы олған бергілендіру системасыны өзлері сече білейлер. Ама бұл іште елық келерні ве үжіретлі ішчелерінің сайысына сапламақ керек. Ондан соң система келішкен режимні теклif ете. Mesela бұл қолайлаштырылған яда патент системасы олмасы мүмкін. Оларның біріне кечмек тертібі бар. Тәфсілетлі мәліматына бергі қызметінің ресми сайтында білмеге мүмкін. Бұнен берабер Қырымның бір шерінде коронавирус суалері бойынша ачық бақ чалыша. Телефон номераларыны сіз экранларыңызда көресіз. Тәфсілетлі мәліматына Қырым акимиетінің сайтында тапа білесіңіз. Құраны Керемден алынған илхам. Изет Мурадасилов араб язысынан хаттасы. О мұсылманларының мұқадес китабындан ибарелеріні құланы пресімлер япа. Қырым татырларының мерақлайшы шақында левқаны Наджия Исаева девам етем. Букву я делаю из алюминиевой проволоки, можно из белой проволоки, можно вот из такой заранее лакированной уже электропровода. И потом начинаем по тексту выбирать эти буквы. Bir örnekni yapıp, ikincisini keçip, bir harfni bitirip, ikincisini başlaydı. Ama böyle İzzet Muradasilov Ayat Al-Kursi adlı surenin metnini yarata. Берем, выгинаем его, соответственно. И потом я вот расплющу его. Çeşit ölçülü kelpedenlerden elektrotelini bukeyevilden azır traferetke koyup arifnin ölçüsünü yerine getireyim. Сколько строчек там должно быть, какой ширины строчка, и по этой строчке потом начинаю делать вот эту букву. Son azır olğan malzemeni çokuçnen urup, tegizle ve örneklerinin çetlerini keseyim. Bir kaç dakika ve ustanın elleri hadisinin da bir arifini yaratam.
кончики немного подрезаю, чтобы они были, и подправляю. Вот получилась такая буква у меня. Madden üstündeki xatatlık bu unikal texnika. Onu herkes becerip olamaz. İzzet Ağa'a bu sanatını öğrenmeye isteği tesadüfen geldi. Lakin onun icadi istidatı da balıktan var idi. Вначале так это очень примитивно делал, потому что не знал, какие материалы, где есть, где их брать. Постепенно все это приходится, со временем опыt nabiraешь. Gerekli aletlerinin bir kaç doğru hareket ve endiden bu sade teldegilde kadimi sanatının parçası. İzzet Muradasilov kaligrafiyanın 8 yıldan beri uğraşa, Kur'an'ın metinlerini sulh üslubinde yaza. Lakin o bile xatatlık usulunu mükemmel bilgeninin maqtanıp olamayım. Çünkü vakit inkişaf etmeye gerek, ondan da başka xatatlıkның 15 usulu var. Bir küçük unsur duvanın güzel metinini yaratam. Bir bakanda o Madden ile yaratılgan dep de aytmazsın. İzzet Ağa çalışkan teknika tek bizni değil de herkes nayrete kaldıram. Şimdi onun resimleri çok sınavını korçalap, yaraştırıp duram. İzzet Ağa o'zi o'g'ringan usta evelari yerli jamida imomlik yapaydı. Endi hepsi bilgilerini ijodida kullanam. Aytaki, boshlaganda qiyin edi, lakin malzemani duygan so'ng çalışmaga qolay oldu. Bizlarga birinchi resimni ko'rsatdi. Anda o Kabeni, musulmonlarning esas muqaddas yerini yaratdi. Tertibli chiziqlar, ariflar ve küçük lalalar go'zalligining hayratda qoldiram. Комбинированная вот эта чеканка есть и буквы, которые я металлом написал. Bir eserini usta bir ay yarata, işinin sonunda bir arifni patal altınğa benzegen malzemenin qaplay. Bu sebepten metin muhteşem kayfiyetini ala. Hevelleri xatatlık Kur'an'ı yazıp almak için uydurulgan edi. Allah'ın sözlerini daha güzelce ifade etmek için insanlar bir unsurunu asırlar devamında yaxşı yapmağa tırışaydılar. Öz vaxtında Picasso Arap kaligrafiyasının ayrette kalgan edi. Ve mana bizim vaxtımızda Kurman rayonunun Cangara köyünde daha bir usta peyda oldu. O tek kadimi sanatını öğrenmekten gayrı işlerge de özgünlük alametlerini koşup oldu. Naciye Sayva, Hasan Zivadinov, millet için. Şimdiki dakika bu hepsi haberler. Gelecek yayınımızı 21.30'da kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.